4 түрлі адамнан аулақ тұрсаң, бақытты өмір сүресің. Бірінші адам үнемі жан-жағын сынап отыратын адам. Екінші надан адам. Үшінші қадірін білмеген адам. Төртінші кешірім сұрауды білмеген адам. Қазіргі адамдардың бәрі асығыс. Бірақ қайда асығып бара жатқандарын өздері де білмейді. Білсе, асықпас еді ғой. Тәуекел ету деген басын қатерге тігу емес. Тәуекел ету қолынан келгенін істеп, істің нәтижесін Алла беретініне сеніп, тек Алладан ғана күту. Еншілерсің, бұйырылған ырысын, несібесіз қоймас Құдай тірісін. Бітпей қалса бұл өмірде бірісің, біткені ол сенің дәмдіс тынысың. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен, үйренгеннен ештеңең кетпейді. Ұйқы тыныш, тәбетің жақсы боп, ертеңгісін еш жерің ауырмай оянудың өзі бұл да бір бақыт. Бұл өмірде ақшадан да, биліктен де құдіретті дүние бар. Ол ниеттің, тілектің, батаның күші. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да, сені қате түсінетін адамдар табылады. Әркімге ақталып, жүйкеңді босқа шашатпа. Түсінбейтіндер бәрібір түсінбейді. Бұл дүние өтеді, көрген түстей, бір-біріңді қадірле, көрге түспей. Қадірің қайда болса, қадамың сол жерде. Әсте өзіңді зор санап, өзгелерді қор санамаңыз. Бақытты болғыңыз келе ме? Бәрі де өз қолыңызда. Өміріңізді бақытты етіп, махаббатқа бөленуге ешқашан кеш емес. Сіз бақытты болу үшін жаралғансыз. Бақытсыз болу да өзіңізге байланысты. Таңдау сізде. Кіммен жүргеніңе, кіммен дос болғаныңа мұқият бол. Өйткені бұлбұл гүлге, қарға қоқысқа жетелейді. Біреудің сөзін саған жеткізген адамнан сақ бол. Өйткені ол сенің сөзіңді басқа біреуге жеткізеді. Күні-түні дүние күзетеміз. Өзгенің қателігін түзетеміз. Өмір өтті дегенің өтірік сөз, өмір өтпейді, өмірден біз өтеміз. Білінбейді, білдірмейді зулайды, билесе де жүрегіңді мұң қайғы. Уақыт деген өзгертеді барлығын, өміріңнің қызықтарын ұрлайды. Сәби едік, кеше ғана бейкүнә, мына өмір басымызға сыйды ма? Балалықпен қоштастырып бұл уақыт, балдай тәтті кездерімді қиды ма? Ие солай, уақыт сұмдық сұрапыл, өтіп кетсін басыңды сәл бұға тұр. Тағдырыңды өзгертуге бел бұлсаң, қолыңды жай, бір Аллаға дұға қыл. Жерде мәңгі тұрақтап қалардай біз, жанды ойламай, малды ойлап алаңдаймыз. Түбі шіріп қалатын байлық жинап, қардан сарай салып жатқан адамдаймыз. Ауылда қызарманы қала көру, қалада қызарманы дара болу, арманнан адаспаңдар қара көздер, әйелдің шын бақыты ана болу. Еркегі көзін, әйелі тілін тыйған үйде береке болады. Қисыққа түзу сөз жақпайды. Сенің күлкің сені ұнатпайтындарды да бей-жай қалдырмайды. Егер сені біреу жек көрсе, онда ол саған ұқсағысы келетіндіктен ғана. Бір адамдар болады қайта келмейтін. Бір сырлар болады айта бермейтін. Бір сағыныш болады қауыша алмайтын. Бір бақыт болады тауса алмайтын. Бір көңіл болады кері қайтпайтын. Бір достар болады сенім артпайтын. Бір үміт болады жылдап күтетін. Барлығы уақытша бір күне бітеді. Дос дегенің алтыннан да бағалы,
Қиын сәтте көрінеді адалы, барлығы да бірдей емес білемін, айналамда адал досым шамалы. Адамдардың екі пайдасына жарасаң ғана жақсысың. Күнде іздейді. Пайдаң тимесе, есіне де алмайды. Әйел 40-қа келгенше өңін бермесе қасиет. Еркек 40-қа келгенше есі кірмесе қасірет. Болмай тұрма көңіл күйің, түсінемін өмір қиын. Сен еңсеңді түсірмеші, ұсынады өмір сыйын. Кімге керек жылағаның, пенделерден сұрамағын. Тас жүрекке айналған күн, сабақ болсын құлағаның. Жүре берсең күйреп бүгін, мұңға батып қалмас түгің. Өмір деген бұл майданда шайқаса біл, қалсын ізің. Еш ақысыз берген байлығыңа шүкір. Денсаулығыма шүкір. Берілген уақытыма шүкір. Жақындарымның амандығына шүкір. Шексіз мүмкіндіктеріме шүкір. Ашық аспаныма шүкір. Тыныш өміріме шүкір. Жамандықты көп қуған бір бәлеге жолығар. Жақсылықты көп қуған бақ дәулетке жолығар. 100 рет тыңда, 1000 рет ойлап, 1 рет қана сөйле. Бітімі қисық ағаштың көлеңкесі де өзінде болады. Бақытқа жеткізетін де, тағдырға тепкізетін де мінез. Мінезіңізге абай болыңыз. Ашу әрқашан ақмақтықпен басталып, өкінішпен аяқталады. Кісінің ақмақтығын оның сөздерінен, ал даналығын үнсіздігінен білесің. Бақыт ешқайдан келмейді. Оны өзің өз қолыңмен жасайсың. Ең қиын 3 нәрсе сыр сақтау, қорлықтарды ұмыту, уақытты дұрыс пайдалану. Егер жүрген жолың қиындық тудырып жатса, демек сен жоғарыға шығып бара жатырсың. Ал оңай болса, демек төменге құлдилап бара жатырсың. Мақтаншақ әңгімелер әлсіздіктің ең алғашқы белгісі. Ал мықты адамдар артық әңгіме айтпайды. Уәде беруден бұрын оны орындай аласыз ба? Соған көзіңіз жете ме? Соны ойлануыңыз керек. Өйткені орындалмаған уәде мойныңда қарыз боп қалады. Мықтылық дегеніміз әдемі тұрмыс құрып, бақытты ғұмыр кешу емес. Қоржын арқалап жүрсең де адамдығыңды жоғалтпау. Білімді әйел күйеуінің қателігін бетіне басады. Мен саған солай болады деп айттым ғой. Әне, менің айтқаным келді деп реніш тудырады. Сөйтіп, ақырын күйеуінің өз-өзіне деген сенімділігін, алға жылжуға, табысты болуға деген талпынысын құрта береді. Ал дана әйел ештеңе байқамағандай сыңай танытып, күйеуін қолдап демеп жібереді. Демек қыздар, дана әйел болуға ұмтылыңыздар. Айтыңыздаршы, осы біз біреуге жаман сөз айтып, біз оның көңіл күйін түсірсек, біздің жүрегімізге қуаныш сыйлайды ма? Айтыңыздаршы, соның өміріне зиян тигізгеніміз бізге бақыт сыйлайды ма? Бақыт сыйламайды ғой. Ақыры, жақсы сөз айта алмайды екенсің. Ақыры, жүрегің тас боп қалған екен. Онда аузыңнан жаман сөз де шықпасын. Мүлдем сөйлеме. Бай адам бір қызыққа батсам дейді. Аш адам тамақтан нәр татсам дейді. Аяқ жоқ адамдар жүрсем ғой деп, аяғы бар адамдар демалып жатсам дейді. Біреулер кісілігін көрсетем деп, біреуге күшік дейді, патсан дейді. Жағымпаз бастығының итін мақтап, билікке сәл де болса жақсам дейді. Қадірін дүниенің білетіндер, асырап ата-анамды бақсам дейді. Кеудесінде шыбыны бар пақырлар
несібесін еңбек қылып тапсам дейді. Жақсы жар жан жолдасын жамандамай, жүрегіммен бас иген патшам дейді. Жыртық шалбар кимейтін қара көздер, қымбат жерін қымтап бір жапсам дейді. Осылай біреулерге өсиет айтсаң, керек емес досым-ау лапшаң дейді. Алланың бұйрығынан аса алмайды, көп бола берсін досым ақшаң мейлі. Ажал ажарға қарамайды. Досы жоқ адам, тұзы жоқ тағам. Дұшпаныңнан бір сақтан, жаман достан мың сақтан. Реніш деген адамның жолын байлайтын қап-қара энергетика екен. Ешқайда шақырмай-ақ қойсын, сізді жамандай берсін, жағдайыңызды білмей-ақ қойсын, қарыз сұрағанда бермей-ақ қойсын. Ренжімеңіз. Әркімнің өз еркі бар. Кімді шақырғысы келеді, қайда барғысы келеді, кіммен араласқысы келеді, әркім өзі біледі. Ешкімді қинап керек емес. Өкпелегіш адамнан достар да қашады, жақындар алыстай бастайды, сәтсіздіктер көбейе береді. Не істесең де жолың жабыла береді. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Күнделікті шығып тұратын ұлылардан қалған алтын кеңестерді тыңдап отыру үшін арнама жазылып, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыз.